Сәлем баршаға, достар, қалдарыңыз қалай? Мен сіздерді YouTube каналыма көріп тұрғаныма өте қуаныштымын. Сіздерге өзімнің кезекті мастер-классымды ұсынғалы отырмын. бір жасағаннан идеальный болып шығатын осылай көпсіп пісетін пирогымды қарсы алыңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны сақтап алыңыздар және де менің YouTube каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен біз айранымызға ас содасын салып, екеуін жақсылап араластырып қоямыз. Мендегі қолдың айраны кез келген процентте айранды қолдана берсеңіздер болады. Біз енді таза ыдысымызға жұмыртқаларымызды жарып аламыз. Сосын сахарымызды екіге бөліп салатын боламыз. Миксермен бірінші баяу миксерлеп бастайсыздар. Оның көлемі 2 есе ұлғайғанша миксерлейтін боласыздар. Дәл видеодағылай жасаңыздар. Көлемі 2 есе ұлғайғаннан кейін біз миксерді тоқтатамыз. Мінекей достар, көлемі 2 есе ұлғайды. Содан кейін біз майымызды, яғни сұйық майды салып, оның үстіне дайын тұрған айранымызды құямыз. Айранды байқасаңыздар, көлемі 2 есе ұлғайды, солай болу керек. Мінекей барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін біз келесі ұнымызды саламыз. Ұнымызға құмсыз қысымды араластырып алдым. Одан кейін ванилин салып жібердім. Сіздерде ванилин салсаңыздар, пирогтың дәмі өте дәмді болып шығады. Осылай барлығын миксерсіз жақсылап араластырып аласыздар. Мінекей достар, енді мен кішкентай ыдысқа какао салып, азғантай тестадан алып араластырдым. Осылай бірінші мен какаосызды салдым, сосын какаомен де салдым. Сіздерде қалағандарыңызша істесеңіздер болады. Дәл осылай жалғастырып кетесіздер. Мінекей кезек-кезек салып отырасыздар. Одан кейін біз барлығын құйып болғаннан кейін бетіне қалағандарыңша ою салсаңыздар болады. Мен осылай әсемдікті қаладым. Мінекей достар, мендегі пирогым дайын. Енді 180 градуста 30 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, менің пирогым осылай көпсіп, керемет болып пісіп шықты. Қараңыздаршы, видео ретте ұнаған болса, міндетті түрде жасап көріңіздер. Достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздерге керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Санақ Алтынай.